Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай жылдам әрі пайдалы 5 минутта дайын болатын салат дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Брокколи мен цветная капустамызды алдын ала жарты сағатқа тұзды суға салып аламыз. Кейін ыдысымызға салып, 10 минутқа бір қайнатып аламыз. Қайнаған соң салқын суымызға салып аламыз. Салқын суымыздан шығарып, брокколи мен цветная капустамызды осылай турап аламыз. Кейіннен огурцы мен помидорымызды турап аламыз. Үстіне тұзымызды салып, оливковое масломызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Екінші оңай салатымызға бізге пекинский капуста, огурцы, одан кейін укроп керек. Огурцы мен укробымызды турап аламыз. Салаттарымыз дайын, өте пайдалы әрі жылдам.